Құрметті көрермендер, арнама жазылмаған болсаңыз жазылып, лайк басып қолдап кетіңіздер. Видеоның соңына дейін тыңдаңыздар. Балдызымның қылығы баурап барады. Өмір деген өзі қызық, алдыңнан не тосып тұрғанын біліп болмайсың. Бойдақ кезде 2-3 қызбен қатар жүріп сайран сала беруші едік. Бірақ үйленгеннен кейін өмірлік жарды тауып, бірге бас қосқан соң бұрынғы бойдақтық бәрін тастап, жаңа өмірді тек жарыма ғана арнаймын деп шешіп едім. Алайда балдызымның менімен, яғни жейдесімен тым шектен шығып әзілдесуі менің ойымды бұзып барады. Енді осы бастан кешкен оқиғамды айтып, кеңес алғым келеді. Менің үйленгеніме 2 жыл болды. Бір балам бар, шүкір. Біреуден кейін біреуі ілгері өмір сүріп келеміз. Жұмысым да, табысым да жаман емес, өзімізге жетеді. Ал алған жарымның өзінен 2 жас кіші сіңлісі бар. Екеуі тете өскендікпен бе бастары піспейді, үнемі ренжісіп қалады, бір-бірімен әбден күдес болып алған секілді. Оның үстіне балдызым менімен тым қатты әзілдеседі. Алғашында оған онша мән бермейтінмін, кейін ойланып қарасам, ойынымыздан от шығып бара жатқан секілді. Балдызым өте сүйкімді. Қылығы да әпкесіне ұқсамайды. Оның үстіне менен сырын жасырмайды. Екеуміз жақсы әңгімелесеміз. Кейде айтқанымды істемей қойса, қысып құшақтап алып бетінен сүйемін, қинаймын, ойнаймын. Сен қыз қашан байға кетесің деп құйрығынан бір ұрып, мойнына сүйіп аламын. Ол менің осы жаман әдетімді жақсы көре ме, әйтеуір құшақтаған сайын одан әрмен әзілдесіп кетеді. Қуды мені құшақтаса екен деп тұратын секілді. Бір күні менің 28-ге туған күнімде екеуміз азық-түлік алу үшін базарға бардық. Көліктің ішінде отырғанда жезде туған күнімің деп ернімнен сүйе алды. Мен мән бермегендей болып, оның артына әзілге айландырып жібердім. Алайда сол қылығы ойымнан кете қоймады. Тіпті кешкісі оған тілек айтуға сөз берілгенде ішімдікке масайған балдызым, жезде, мен сені қатты жақсы көремін. Сендей жігітпен танысқаныма қуаныштымын. Тіпті сені әпкемнен де қызғанамын деді. Сол күні отырыс бітіп, қонақтардың бәрін үйіне таратқанда, әйелім көлікпен дос қыздардың үйіне шығарып салуға кетті. Ал балдызым үйде жинастыруға көмектесетінін, осында қонатынын айтты. Үйде екеуміз ғана қалдық. Ол ыдыс-табақтарды жинап жүр. Мен де масаңмын. Әлгі көліктің ішінде ернімен сүйген қылығын есімнен кете қойды. Бір кезде диван үстінде жатсам, қасыма келіп, шашымды сипалап құлағымнан иіскей бастады. Мен де мәз болғандықтан өз-өзімді ұстай алмай, ернінен сүйіп құшақтап аймалай бастадым. Екеуміз арыға-барыға жоқпыз. Ол да тым шектен шығып бара жатқанын түсінді ме, бірден бетіме бұрып, ұялып бөлмеден шығып кетті. Мен де үнсіз қалып, өз бөлмеме кіріп жатып қалдым. Сосын әпкесі келіп, екеуі таң атқанша үй жинады. Ертесіне балдызым таңғы шайын ішпестен үйіне кетіп қалды. Осыдан бастап менің балдызым деген көзқарасым өзгеріп кетті. Оны балдызым емес, жүретін қызым секілді көретін болдым. Оған деген махаббатым оянғандай күй кештім. Ол менімен кездескенде ұялды, бірақ оңаша кездесе алмай-ақ қойды. Оның үстіне өзім де әйеліме не бетімді айтамын, оның жүрегін жаралаймын деп кейде қашқақтаймын. Ол басқа емес, туған сіңлісімен аймаласқанымды білсе, мен өмір бойы кешіре алмас, баламның әкесіз өскенін де қаламаймын. Бірақ балдызыма деген сезімім күн өткен сайын артып бара жатқан секілді. Қанша ұмытуға тырыссам да есімнен кетпейді. Не істерімді білмей әбден басым қатты. Балдызыммен ашық сөйлесіп, не опақ, не сопақ болайық деп ашық айтқым келеді. Мен мұны не үшін жазып отырғанымды да білмеймін. Тек әйтеуір басымнан өткен осы бір жағдайды ешкімге айта алмаған соң, ішкі сырымды қатқа түсіріп отырмын. Балдызымен сөйлескен күннің өзінде бұны
көпшілікке қалай түсіндіреміз? Олар бізді қалай қабылдайды? Жалпы бұндай жағдай не істеу керек? Менің басымдағы жағдай басқа біреулерді кездескен бе екен? Бәлкім мен түсінетін өз ойын ақыл-кеңесін білдіргісі келетін жандар табылып қалатын шығар. Ақыл-кеңес қосыңыздаршы. Міндетті түрде комментарияға жазып, ақылдарыңызды айтып кетіңіздер, не ойларыңыз бар. Міне, құрметті оқырмандар, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіз.